Қозғалысы шектеулі, қосымша көлік құралдарын пайдаланатын әрбір келуші үшін жайлылық аймақтарының өлшемдері қолданылады. Мүгедектігі бар адамдар баратын объектілерге жолдағы көлік өткелдерін жаяу жүргіншілер жолдарымен біріктіруге болады. Егер қозғалыс жолының параметрлері бойынша қала құрылысы талаптары орындалған болса, онда мүгедектігі бар адамдардың арбасындағы адам өте алатын бойлық еңіс болуы тиіс. 5%-дан аспау керек. Ал сол жолдың көлденең еңісі 1-2% шегінде қолайлы. Автобус аялдамаларында көрнекі ақпаратты 1,5 метрден 4,5 метрге дейінгі биіктікте орналастыру ұсынылады. Автобустарда кемінде 2 жолаушы есігі болуы керек. Олардың біреуі мүгедектігі бар адамдардың арбасындағы адамға автобусқа кіруге және шығуға мүмкіндік беретін құрылғымен жабдықталған. Және тиісті белгілер, жазулар немесе пиктограммалар болуы керек. Көру қабілеті бұзылған адамдардың қозғалысына арналған баспалдақтар, жаяу жүргіншілер өткелі, платформа шетіндегі қауіпсіздік аралының соңы және тағы да басқа сияқты кедергілер ескерту дабылымен және тактильді визуалды ақпараттық құралдармен, модификацияланған жабынмен жабдықталуы тиіс. Текстурасы және ашық контрасты түсі болу керек. Еден белгілерінің беті сырғанауға қарсы заттармен гофрленген болуы, сондай-ақ құрылымы мен түсі бойынша олар орналасқан бетінің жабынынан ерекшеленуі, көру қабілеті бұзылған адамдардың көру және тактильді танылуын қамтамасыз етуі тиіс. Тактильді ақпарат құралдарын көру қабілеті бұзылған адамдарға олар үшін қауіпті учаскенің басталуы туралы, мысалы, баспалдақ бағытының өзгеруі және тағы басқаларын орналастыру қажет. Қозғалыс маршруттарының параметрлеріне, қала құрылысы талаптарына сәйкес жолдардағы жаяу жүргіншілер өткелдері бұрылыс және бұрылыс алаңдарымен жабдықталуы керек. Ал олардан шығатын жерлер жолдың жүру бөлігіне шықпауы керек. Таксофондар мен басқа да мамандандырылған жабдық көлденең жазықтықта немесе биіктігі 4 сантиметрден аспайтын бөлек тақталарға орнатылған гофрленген жабынмен қамтамасыз етілуі үшін оның шеті орнатылған жабдықтан 70-80 сантиметр қашықтықта болуы керек. Қоршаған ортамызды қол жетімді етейік.